Тағы да қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Жұмабай Қосман ағайларыңыз. Бүгін бізде жаңа тақырып 11-ші сынып Тұманбай Молдағалиев және оның шығармашылығы өмірбаянын өтетін боламыз. Жалпы Тұманбай Молдағалиев 1935 жылы дүниеге келіп, 2011 жылы дүниеден озған. Сәбит Мұқановтың осындай бір пікірі бар: кейінгі жылдары қазақ поэзиясының аспанда жарқырай шыққан жұлдыздардың бірі Тұманбай Молдағалиев. Кішігірім өмірбаянымен танысып өтсек. Өмір мен қызметі. Тұманбай Молдағалиев 1935 жылы 20 наурызда Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданының Қазатком ауылында дүниеге келген. Мектебін бітіріп, Есік қаласындағы орта мектепті бітірген. 56 жылдары Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінде оқыған. Ол университет қабырғасына өлеңдер жазып таныла бастады. Алғашқы өлеңдер жинағы «Студент дәптері» деген атпен танылған. Осы жерін жазып алсақ, ең алғашқы өлеңдер жинағы бізде көбіне кездеседі. Сол себептен жазып алсақ, «Студент дәптері». Қара сиямен қалай болады екен? Ақын еңбек жолын Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газеті мен Пионер журналының редакцияларындағы әдеби қызметін бастайды. Ары қарай. 59-70 жылдары жазушы баспасындағы редактор, 70-73 жылдарында Балдырған журналында жауапты хатшы, 73-84 жылдары Жалын альманахының бас редакторы, 84-86 жылдары Қазақстан жазушылар одағының басқармасының хатшысы қызметтерін атқарды. Өмірінің соңғы жылдарын балаларға арналған Балдырған журналына арнады. Яғни қарап отырсақ, жастайынан бастап филология саласын қолға алып, осы әдебиет саласында біраз еңбек қалдырған болатын, біраз жұмыс жасаған болатын. Қазақ поэзиясының қоржынын 40-тан аса жыр жинақтарымен байытты. Оның қаламынан шағын лирикаларымен бірге эпикалық поэмалар да туды. Тәуелсіздік тұсында ақынның 3 томдық таңдамалы жинағы, 14 томдық шығармалар жинағы жарық көрді. Ақын өлеңдері орыс және басқа көрші халықтар тілдерінде кітап болып жарияланды. Жекелеген шығармалары ағылшын, француз, неміс, араб, грузин, украин, белорус тілдеріне аударылып жарық көрді. Қандай тілдерге? Француз, неміс, араб, грузин, украин, белорус тілдеріне аударылып жарық көрді. Ақынның лирикасы сыршыл сезімге құрылса, енді бірқатар шығармалар оның эпик ақын екендігін танытады. Шағын лирикаларындағы ой ақынның поэмаларында жалғасын тапты. Поэмалардың орталық кейіпкері заман перзенті, өзі куә болған оқиғалар поэмалардың негізгі желісіне айналды. Әкеммен әңгіме поэмасында отанды жаудан қорғау үшін ұлы отан соғысында шейіт болған жауынгердің артында қалған жетім баласымен кездесеміз. Ал менің анам поэмасына соғыс жылдарындағы ауылдың ауыр тұрмысын арқалаған аналардың еңбегін арқау еткен. Жеңеше ұлттық әдебиеттегі 40 жылға жесір қалған келіншектердің бейнесін толықтырса, өшпей қалған сәулелер соғыстан аман қалған ұрпақтың тіршілігінен хабар береді. Ал хаттар, Камила, Алатау қызы, Мазасыз махаббат, Атантай ата поэмаларында өз ішіне бірнеше топқа бөліп өз сөз етуге негіз бар. Алғашқы 3 поэма замандастар өмірінен хабар берсе, Мазасыз махаббатта махаббат қасіретіне кез боламыз. Атантай ата поэмасын ақын аңызда құрған. Ақынның қазақ әдебиетіне қосқан еңбегі дер шағына бағаланып, 57 жылы тың жерді игергені үшін, 70 жылы еңбекте ерлігі үшін медальдармен Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің грамотасымен марапатталған. 1968 жылы жаңа дәптер жинағы үшін Республика комсомол сыйлығының, 1982 жылы жүректегі жазулар кітабы үшін Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. 1992 жылы бүкіл түркі дүниесі ақындарының Физули және Жамбыл атындағы халықаралық сыйлықтарын алды. Қазақстан халқының жазушысы, Парасат орденінің иегері. Жалпы шығармашылығы
Тұманбай Молдағалиевтің әкесі ұлттық соғысында қаза тауып, анасы қамтың тәрбиесінде өседі. Сондықтан ақын шығармаларынан әкеге деген сағыныш, ана мейірім, жетімдік тағдыр көп орын алады. Ақын жалпы туған жер, отан, ел тағдырын табиғатпен қоса жырлады. Жылдың 4 мезгілінде адам тіршілігі бар болмысымен өлең жолдарына айналды. Және де үлкен бір қызықты факт, сыршыл лирикаға құрылған Тұманбай Молдағалиев өлеңдерінің көпшілігі ән жазылды. Ақынның «Құстар қайтып барады» музыкасы Нұрғиса Түлендиевтікі, білесіздер. «Бақыт құшағында», «Әнім сен едің» музыкасы Шәмші Қалдаяқовтікі, «Ерсіз вальсі», «Шақырады көктем» сияқты өлеңдеріне ән жазылды. Солардың бірін Нұрғиса Түлендиевтің «Сағындым ғой» деген әнін тыңдап көрсек. Жатып ал. Көктемде сағындым ғой, өткенде сағындым ғой, өзіңмен бірге жүрген көк белде сағындым ғой, сағындым. Ауылды сағындым ғой, сағындым. Бауырды сағындым ғой, сағындым ғой. Бауырды сағындым ғой, сағындым. Бауырды сағындым ғой, дейді Тұманбай Молдағалиев. Жалпы бауырлар өлеңіне келсек, менің жерім мына жер, сенің жерің, жарасып тұр сол жерге келулерің, осал қапта сенің де малың жатыр, жайқалып тұр шабылма егіндерің. Менің көлім мына көлі, сенің көлің, сенің арқан көңілге семіргенім, жоғалмасын ағайын, жоғалмасын жетем деген сол көлге сенімдерің. Менің тауым мына тау, сенің тауың, ақбас шыңын, алтай жаз жуған жауын, жалғыз рет көрсең де тірлігіңде мүмкін емес сол тауды сағынбауың. Туда бір ішетін суы бардың, әуреледі бұл жерден қу бәркім, мына орман менікі, сен де соның ағашын, үйіңе оқ алғын. Мына өзен менікі, ел күніге сүйінеді ұрпақтың ерлігіне, қимай кеткен сол суды аталарың бетің жуып соңғы рет мөлдірене. Мынау теңіз менікі, сенікі, ол да ел ырысы дәл бүгін бекем қолда. Әр бұтасы ағашы туған жердің ыстық тарта береді екен жолда. Желбіреді көгімде міне туың, тұлпарымда тайын тұр міне тұғын. Мына үлкен мәңгілік қалаларда үйлерің тұр көшіп кеп кіретұғын. Деген екен Тұманбай Молдағалиев атамыз. Ендеше бір талдау жасап шықсақ. Менің көлім мына көл, сенің көлің дейді. Сенің арқан көңілге семіргенім дегеніміз бізде не болады? Әрине перифраз. Менің көлім мына көл, сенің көлің көңілге семіргенім дейді. Перифраз.
Менің тауым мына тау, сенің тауың. Яғни бұл жерде қайталау кездеседі. Ақбас шыңын алтай жас жуған жауын теңеу. Тағын бізде не бар? Ағашынан үйіңе уға алғын, сенек тоқа. Жақсы, келесі. Әр бұтас ағаш туған жердің ыстық тарта береді екен жолда дейді. Бұл жерде гипербола. Әр бұтасы ағаш туған жердің. Гипербола. Негізі бізде өлеңнің жалғасы бар. Бұл жерде берілмеген екен мектеп баспасында. Міне. Жоқ, мінекей. Дұрыс. Келші бауырым кешікпей кір қатарға. Меңіреу тіл қатар ма? Мына тауда сенің де жылқыларың жату керек, шұрқырап күн батарда. Жазым дерек, биылғы күзім бөлек, алмам да ерек, мол биыл жүзім дерек. Мына көлде сенің де балаларың асыр салып тал түссе жүзу керек. Кел бауырым, несіне жүрсің жырақ, ішіңде ұнап тұрмаған сырдыңды ұнап. Сендердің де бір ал салған әндеріңе бар таулар қазақтың түрсін құлақ. Жеңдік біздер тіршілік күресінде, әні есінде, еліңнің жыр есіңде. Қай қиырға ұшсаң да қазақ болсаң, абайыңды еске алмай жүресің бе? Бұл жерде риторикалық сұрақ. Риторикалық. Жастау болсаң жайқалып жалыңдап ал, бақыт өзі кеп сонда қолыңда алар. Қазақ болып туғаның рас болса, сарыарқаға сағыныш қаныңда бар. Туған елсіз ешқашан көгермейсің, кім қашанғы бұғауға көнер дейсің. Қазақ болып туғаның рас болса, Алматыға бір келмей жән өлмейсің. Мүлгисің бе жырымен ұшықтасам, қуадым деп сыр суын ішіп тасан. Қазақ болып тудым деп айта көрме, Алатаудың басына бір шықпасаң. Оянады көңілден қайдағы арман, бақыт желі ескендей жайлап алдан. Президентім бар менің елі түгел, ақ киізге көтеріп сайлап алған. Туым биік бүгінде, нуым дәсем, естілер шақ кетті өтіп үнім бәсең. Қазақпын деп айтпа сен жан бауырым Алматыны тірлік те бір көрмесең. Қауқылдасып қалдығау десен десіп, таңнан тағы тербетті шешем бесік. Қарсы алуға дайын тұр бауырларың өз жеріңе бәріңде келсең көшіп. Деген екен Тұманбай Молдаев атамыз. Жалпы бұл жерде байқап жатқандарыңыздай шетелге репрессия кезінде басқа елдерге кетіп қалған бауырларына, жақындарына арналған өлең, атажұртқа шақыру, барша қазақты атамекенге шақырып қазақ тұтастығын насихаттау. Байқап жатырмыз, тармақ буынды талдап тастасақ, бізде 4 тармақ, яғни 72 жол, 3 бунақтан 11-12 буыннан тұрады. Ұйқас тұр қар өлең өзіміздің қарапайым. Бауырларымызды қадірлей білейік.
қазағымыздың бірлігін Тұманбай Молдағалиев атамыздай сақтап, бір-бірімізге жанымыз ашып, тұтастай бір ел болуға ұмтылуымыз қажет деп ойлаймын.